Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлттық радио тыңдаушыларына қайырлы күн дейміз. Ардақты ағайын, эфирде әр сәрсенбінің сәтінде тікелей толқынға шығатын өнегелі отбасы хабары. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы бүгінгі тақырып тектіден текті туады деп аталады. Бай тарихы бар қазақ халқы қашанда асыл мен жасығын, жаманы мен жақсысын парықтауға айрықша мән беріп, тектілік қасиетті ерекше классикалық биік деңгейге көтере білген. Тектің һәм ұрпақтың тағдыры бұл ұлттың тағдыры екендігін ықылым заманынан білген. Енді аға, осы тектілік танымы қазақта қай кезден бастап қалыптасқан? Жақсы. Жалпы тектілік деген нәрсе бұл ұлттың өзін-өзі сақтап қалуының заңдылығы. Сондықтан қазақ болып өзін сезіне бастағаннан бері, яғни қазақтың алдында сондай құрылымдар болған бізде, мысалы түріктер, кеше ғұндар, сақтар, біздің осы апайтөс Еуразия даласында осы біздің арғы ата-бабаларымыз кәдімгідей тіршілік кешіп өздерінің ең алғаш ел сезіне бастаған кезде, сол кезде тектілік те пайда болған. Сонда тектілік бұл ұлттың өзін сақтап қалу заңдылығы. Яғни бұл ұлттың жойылып кетпеу, яғни оның ішінде жаңағы сол ұлттың сапасын қалыптастыратын ілім бұл. Соны сақтап тұратын, сол кез келген ұлт міндетті түрде тектілікті өзі тудырып, өзі соны дүзіп шығарады. Неге? Өйткені ол болмаса ұлт жойылып кетеді. Неге? Өйткені сол тектілік арқылы ғана ұлт сақталып отырады. Тексізденген ұлтты кез келген басқа ұлт, басқа этнос басып алады, жаулап алады, тарих сахнасынан жойылып кетеді. Сондан кез келген ұлттың басты арманы ел болу. Ал елді ел қылатын ол тектілер. Яғни қазақша айтқанда элитасы, ұлттың элитасы, немесе оны жақсы дейді қазақ айтады, сорпаның бетіндегі май дейді, сүттің бетіндегі қаймағы дейді. Сонда байқап отырсыздар, біздің мысалы орыс империясының, Ресей империясының қол астына түскен кезде, боданы айналған кезде, бізді құлдану үшін, басып алу үшін бірінші тектілерді сыпырып алды, яғни ұлттың қаймағын сыпырып алды бірнеше мәрте. Кейіннен қалған тобыр, қара тобырды айтқанына көніп, айдағана жүретін сол тобырға айналып шыға келдік. Сонда қазір есімізді жия алмай жатқанымыздың негізі бас себебі осы. Түсінікті. Омар аға, тектілік, текті адам деп айтып жатамыз ғой, тектілік ол қандай қасиет? Тектінің тұқымы ол қандай? Жалпы сипаты жайында айтып беріңізші. Жалпы қазақта өзі жазылмаған конституциясы бар, қазақтың өмір сүрудің конституциясы, ол қазақтың мына бір қағидасы: малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейді. Міне текті адамның негізгі осы үш принципке сыяды. Текті адам малын жанынан аямайды. Өйткені малды сол үшін жинайды, яғни жанын сақтап қалу үшін, арын, абыройын сақтап қалу үшін, физически, менталды түрде, рухани жанын сақтап қалу үшін малын аямайды текті адам. А тексіз адам керісінше малын үшін өмір сүреді. Сол жаңағы денсаулығынан аяйды, оны өзінің білім алуынан аяйды, адамгершілігінен аяйды, ахиреттік сауабынан аяйды малын. Сонда кім айтады ғой Махамбетке: жамандарға қараса малын көрер жанындай дейді. Сонда текті адам малын жаны үшін аямайды. Ал жанын егер жеме-жем келгенде ар үшін аямайды. Яғни арынан айырылса жанында кері жоқ ондай адамға. Сонда өлімнен ұят күшті деген принцип ұстанатын, сондай бір өте дегдар түсінікпен өмір сүретін адамдар. Сондан міне осындай сипаттары бар. Абайға келгенде, Абай текті қыз туралы айтады ғой, Абай мысалы, сонда да осы айтып отыр: жасауыл деп мал деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Сонда текті қыздың сипаттарын айтып отыр. Текті қыз сонда ары бар, ақылы бар, ұяты бар. Оны кім дейміз дейді? Ол ата-ананың қызы дейді. Яғни атаның тәрбиесін көрген, ананың тәрбиесін көрген, ал атаның тәрбиесін көрмеген, ананың тәрбиесін көрмегенді қазақ көргенсіз дейді. Бұл ең жаман сөз. Көргенсіз деген сөз сол тексіз сөзінің синонимі. Енді аға, генетикалық тұрғыда адамның бойындағы жақсы қасиеттердің белгілерін тұқым қуалау арқылы 75-80% тектен, ал қалғанын тәлім тәрбие қоршаған әлеуметтік ортадан алады екен. Енді осы тектік ақпарат көп жағдайда әйел адамнан көп беріле ме, әлде ер адамнан ба? Бұл қазақта бір сөз бар ғой: алып анадан туады дейді, ат биеден туады дейді. Сонда екеуі де 50-50, екеуі де текті болу керек. Өйткені жалпы бала еркектің белінде болады,
әйелдің жатырына түседі. Сонда жатыр деген сөз мынау мейірім деп аталады, өзі араб тілінде рахман дейді, мейірім. Сол қазақта бір сөз бар, жаңағыдай тексіз бала туралы айтқан кезде бұның шешесін жатыр жаман ет дейді. Жатыр жаманнан қайбір жөнді бала туасын деп айтады. Сонда мынау сол текті ұрық, еркектің белінен келген, сол текті жатырға түскен кезде ғана сол текті бала туады. Жақсы жатыр жақсы болу керек ананың. Сондан Құранда айтады, әйелдер сендердің егістіктерің дейді. Яғни мынау бидайды өстіріп шығаратын құнарлы топырақ әйел деген. Қалаған кездерінде барыңдар деген сүре бар да Құранда. Сондан әрине екеуі де текті болады. Өйткені мысалы әйел текті болып, еркек тексіз болса, әрине тағы да жақ тексіз болады. Сондан қайсынан көбірек келеді дегенде, әлбетте қазақ өзі айтып отыр, үйдің жақсы ағашынан, жігіттің жақсы нағашыдан дейді. Сонда нағашы жұрттан жаңағы көбірек келеді екен негізінен. Сонда әйел адамның маңызы өте зор. Енді аға, жалпы осы құдаласудың тектіліктегі сақтаудағы маңызы жайында айтсаңыз. Жалпы мынау сіз білесіз ғой, мысалы бізге қарағанда мынау 18 ғасырдағы өмір сүрген бабаларымыздың мүмкіншіліктері зор болған. Мысалы Ақтанберді бабамыз айтады, елден елді аралап, тектіден текті саралап, бегілердің қызын айтырсам, нұсқасын байқап шамалап дейді. Сонда қараңыз, ол кезде тектілердің кәдімгідей несі болған, бір дізімі, үлкен қауым болған, тектілер қауымы деген сөз. Соның ішінен таңдауға мүмкіндік алған ғой. Өкінішке қарай біз қазір тектінің не екенін білмей отырмыз ғой. Сондықтан Ақтанберділер, шалкейіздер, шал ақындар, кейінгі абайлар, Мәшһүр Жүсіптер, олар қайдан туды? Ол осы біздің қазақтың тектілік саясатынан, тектілік танымынан, тектілік ілімінен туған ұрпақтар да бұл. Сондан сол ұрпақтар дүниеге келу үшін Құнанбай сияқты текті аталар басын қатырып күні түні ұйықтаған жоқ сөзсіз бе? Қалай мен ұрпағымды асылдандырам деп. Өкінішке қарай бізде қазіргі кезде ұрпақ асылдандыру деген сөз рөл ойнамай қалды сөзсіз бе? Өйткені қазақ халқы есін жоғалтып, жаңағы өзгенің теліміне түсіп, орыстың боданына айналғаннан кейін тектілік мәселесі ысырылды. Неге? Бірінші орынға тірі қалу, физикалық түрде тірі қалу мәселесі көтерілді. Осы кезде қазақтың сапасы түсіп кетті. Қазір біз қазақтың сапасын көтере алмай жатырмыз. Неге? Өйткені жоғалтып алғанымыз көпті. Өйткені қазіргі кезде қазақтар туысы деген сөзді түсінбей жатыр да. Ал қазақ айтады, жаңағы туысы жаман туғанын жамандайды, атасы жаман алғанын жамандайды. Сонда баланың негізінен тектілігі туысына байланысты да. Туыс деген көп адамдар, қазақтың қауымы родственник деп те қояды да туыс дегенді. Ал туыс деген баланың дүниеге келу процесі. Ол кешенді түрде жаңа текті әйел, қаны таза әйел, харам ас жемеу, көңілді төсек, айдың жаңасы, жұлдыздың сәйкес келуі, көптеген факторлар бар да. Солардың бәрі сәйкес келгенде бала жақсы туады екен ғой. Соны қазақ айтады, туысы дейді. Бала Абай айтып отыр, баланың дейді ғылым, ал баланың дейді негізі сапасы тектілігі немен анықталады дегенде, ғылым келген махаббатымен анықталады дейді. Ал ол қалай келеді дегенде, ол туысынан болады дейді. Яғни бала сол қашан бір бала дейді, жаңағыдай ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның ата адам болады дейді. Текті адам деген сол. Ғылым білімді махаббатпен көксерлік бала кімнен туады дейді? Сол көкірек көзі ашық әйелден туады дейді. Өйткені Мәшһүр Жүсіп атамыз айтып жатыр, сол көкірек көзі жабық әйелден, яғни меңіреу әйелден меңіреу бала туады дейді. Сонда меңіреу деген кім? Жаңа тексіз бала да. Ол көзі бар, көрмейді, құлағы бар, естімейді сөз бе? Яғни ішкі жан дүниесі бітеу. Әйтеуір ас ішіп аяқ босатып жаңағыдай өмірден өтеді да. Түсінікті. Жеті атаға толмай қыз алыспау қазақтың мызғымас өмірлік қағидасы екендігін барлығымыз білеміз. Оны жалпы лира эпостық жырларда қатты насихаттайды. Неліктен оған қатты мән берген? Тыйым салып тіпті ауыр қылмысқа балаған жеті атаға толмай қыз алысқан. Жалпы Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, адам өзі үш нәрседен тұрады дейді. Қан, жан, ақыл дейді. Қан, жан, ақыл. Бірақ осы үшеуі дейді, үшеуінің түбі қан дейді. Сонда мынау Асан Қайғының батасы бар жаңағы, қатындарың қанды келсін, қара бура санды келсін дейді. Сонда қарасаңыздар, қан дегенде біз ойлаймыз ғой жаңағы биологиялық тұрғыда деп. Жоқ, қан деген ол лейкоцит, эритроциттердің ағыны емес. Қан дегеніміз ол тектік ақпарат. Көрдіңіз бе? Код кәдімгі. Сол жерде. Сонда ана Бұхар жырау айтады жаңағы, ей абылай, қатын алма қарадан, қара тумас сарадан. Қатын алма төреден, төре берер ұл туса ауыз кетпес парадан. Қалмақтан алсан махи бір зайып дейді, сүйегіңді жоғалтпас дейді. Ағар дария су кешпес дейді. Ағар дария су кешпес дегенде, соны қалмақтың қанының тереңдігі сондай дейді. Сенің тегің онда жоғалмайды дейді. Ол сенің тегіңді алып шығады дейді сөзсіз бе? Сонда мынау текті еркектің ұрығы егер саяз қанға түссе, ол жоғалып кетеді екен сөзсіз бе? Ал сол текті еркектің ұрығын жаңа терең қанға түсіп, соны өндіріп балалық қылып шығару үшін әйелдің қаны терең болу керек екен ғой.
міне сондықтан сол әлгі қан деген қазақ айтады әлгі қазір неге қазақ бір бірін жанашымайды, өйткені қаны қазақтікі емес та, қаны бұзылған қазақтың сөз. Өйткені отаршылдық, бұқар жырау айтады ғой, өлтірмей алар жаныңды, бауыздамай ішер қаныңды. Қазақтың қаны ішіп қойды да кәдімгідей, жаңағы кодтық ақпараттық. қазіргі кезде қазақтардың қанында қазақтан гөрі жаңағыдай шата, орыстікі ма, европанікі ма, арабтікі ма, түріктікі ма, неше түрлі қан ағып жатыр. Неге? Өйткені адамның ақылы ауысып кетсе, ақыл немен ауысады? Идеологиямен ауысады. Ақыл ауысса, жан ауысады екен, жан ауысса, қан ауысып кетеді екен. Қанның ақпараттық құрылымы бұзылады екен де. Сол қазақ айтады ғой, әлгі қанына тартпағанның дейді, қарсынсын дейді сөз. Сонда бір-бірімізге біздің жаңағы қатыгездігіміз, суықтығымыз, көп нәрсені түсінбейтін, елге жанымыз ашымайтындығы сөз бе? Бұл жаңағы қазақтың қанының бұзылғандығынан. Сонда тектілік деген сол қан арқылы келеді де. Сонда жаңағы қаны жақсы, қаны таза деп жаңағы таңдаған бұрын, ат таңдағанда, ит таңдағанда да бәріне генетиктер жаңағы қанды бірінші орынға қояды. Сонда міне осындай мәселелер. Жалпы зерттеуші ғалым Жағда Бабалықұлының деректеріне сенсек, Оңтүстік Кореяның ғалымдары дүние жүзіндегі халықтардың қанының құрамын тексеріпті. Сонда ең тазаған қазақтың қаны деп тауыпты. 7 атаны ұстанғандықтан, осында қазақтың 43 руының қанын тексергенде, әлгі 43 рудың қаны бір әкенің қанындай болып шыққан. Бұл 7 атаның қасиеті дейді. 7 атасын білмеген жетесіз деп айтып жатамыз. Сондай-ақ халық ауыз әдебиетінде, ертегілерде, жыраулар поэзиясында осы тектіліктің насихатталуы жайында айтып бересіз бе? Бұқар Егеннің классикалық үлгісі ғой енді. Мынау Бұқар Егеннің алдында енді ол Шалгиз, Қазтуған, Доспамбет, Көтеш бәрі тұр. Бұқар жырау солардың бір қорытындысы іспеттесті. Бұқар Еген енді шал ақын енді ол жыраулардан гөрі ақынға келеді көбірек. Сонда Бұқар Еген айтады ғой, таудан аққан тасбұлақ тасса құяр теңізге. Қанша малды болса да бай қуанар егізге. Жақсыдан жаман туса, жаманнан жақсы туса тартпай қоймас негізге дейді. Сонда мынау көп адамдар айтып отырады, жаңа Абайдың сөзін көбінесе алға тартады. Абай айтқан дейді, мысалы, мінездің түзетуге болмайды деген адамның тілін кесереді деп айтқан. Сіз айтасыз, мысалы, Мәшһүр атамыз айтады дейді, мысалы, өлі тіріл дегенге сен, жаман жақсы болды дегенге сенбе. Тау қозғалды дегенге сен, әдет қалды дегенге сенбе деген қазақтың мақалын айтады. Екеуінің арасында қайшылық жоқ па дейді. Абайдың айтып отқан анау дейтін, адамның мінезін өзгертуге болмайды деген адам тілін кесереді деп айтады. Сонда қарасаңыздар, бұл жерде қайшылық бір жағынан жоғары қарағанда, үстірт қарағанда бар сияқты қайшылық. Негізі жоқ қайшылық. Неге? Өйткені адамның мінезі деген бар. Мінез деген ол адамның мынау өзінің қоғамдағы өзін өзі алып жүру ережелерінен тұрады. Мінез деген мысалы сыпайылық, көнгіштік деген сияқты жаңағыдай, сырын жасырып қалу деген сияқты. Оны үйретуге болады. Яғни адамды былай мынау орманнан кесіп келген ағашты мысалы бұтағын жонасы ғой. Сол сияқты адамның сөйтіп жонып қоғамға кәдімгідей бейімдеуге болады. Оны мінез дейді. Оны кім айтады ғой? Мәшһүр. Қараңыздар би дейді, қалай өзгертуге болатынын дейді. Сыйға көнбеген жаманды дейді, өмір қинап үйретеді дейді. Болады өзгертіп. Бірақ ол мінезін өзгергенмен оның тегі өзгермейді екен де. Ол бәрі қала береді де жаман болып. Негізі тек өзгермейді сөз. Сонда Бұқар Еген айтады ғой, қара қойдың терісін дейді, сабындап жүрсең ағармайды дейді. Немесе қазақтың қара қойында айтады, есекті тұлпар болмас баптағанмен, жаманды жақсы болмас мақтағанмен дейді. Ол бәрі жаман бола береді. Немесе жаңағыдай бір әйел айтады, осы мен тренингтер түбіме жетті дейді, негізі айтады, о, еркегіңді жақсы әйел жаман еркекті хан қылады. Өзім еркегімді сыйлай бердім дейді. Ақырында дейді, жаңағыдай бүкіл ақшамнан айырылдым, бүкіл жаңағы банкротқа ұшырадым дейді. Ол сол өзгерген жоқ дейді еркегім дейді. Қанша сыйласам да дейді. Сонда ол былай екен ғой, жаңағы ертегіде бар ғой, жақсы әйел жаман еркекті хан қылады. Бірақ ол жаман хан болады да бәрібір. Ол жақсы хан болып кетпейді, сөзсіз бе? Бұл жердегі негізгі басымдылық екпін жақсы әйелге түсіп тұр. Жақсы әйелдің жаңағы қасиеті, жақсы әйелдің біліктілігі, шеберлігін көрсету үшін айтылған ғой бұл мақал. Бірақ ол жаңағы хан болғандардың бәрі ақылды болып кетеді деген қағида жоқ. Жаман жақсы болып кетеді деген. Омар аға, Құранда да айтылған бұл туыс жайында, жалпы туыстар бір-бірімен қыз алыспау керек деген сияқты, бірақ қаншама мұсылман елдері бар, немерелері қыз алысады. Немере. Былай қарап тұрсаңыз, олар да мұсылман, біздер де мұсылман, Енді осының қазақ қоғамында алатын орны жайында айтып берсеңіз. Жалпы біздің қазақтың мұсылмандығы бәрінен күшті. Неге? Өйткені мұсылмандық дегеніміз ол мынау адамның ізгі қасиеттерінің жиынтығы. Сонда қазақ неге исламды тез қабылдады? Өйткені қазақтың ары таза болды да, жан дүниесі таза болды. Мәшһүр атамыз айтады, бұрынғы өткен ата бабаларымыздың бәрі жақсы болған дейді.
бәрі батыр болып өткен дейді. Неге дейді? Оқуының көптігінен емес дейді, жан дүниесі таза болған дейді да. Дүниеге деген махаббаты болмаған дейді қазақтардың. Ал Құранда айтады, мен сендердің дейді, Алла тағала айтады, мен сендердің малдарыңа да қарамаймын дейді. Бет жүздеріңе де қарамаймын, мен сенің жүректеріңе ғана қараймын дейді да. Сонда адамның жүрегі мынау дүниеді ойласа қараяды екен де, дүниені ойламаса, дүниеге байланбаса адамның жүрегі тазарады екен. Негізі исламға керек осы. Сондан діннің негізі Құранның керек етіп отқан қасиеті осы. Соған біздің қазақ саймасай келді ғой. Сонда біздегі мұсылмандықтың күшті болатын сол. Сондан ол жаңағы біздің жеті атаға дейін қыз алыспау принципі ол шариғатқа дейін қалыптасқан. Әуелден бар. Бұл деген не? Бұл дегеніміз біздің бабаларымыздың мінсіз танымы. Мыңдаған жылдар бойғы практикадан, тәжірибеден туған мінсіз генетикалық танымы ғой. Сондықтан сол таным жаңағы бізді қазақ ретінде сақтап келе жатыр. Кешегі ғұнның, сақтың, көк түріктің негізі мирасқоры бізбіз ғой. Мағжан айтады ғой жаңағыдай, қазақтың тектілігін қараңыз. Көп бала дейді. Отау болып тарасқанда қара шаңырақта қазақ қалған жоқ па дейді. Міне сондай тектілік біздің бойымызда тұр. Соны енді қазіргі кезде соны оятатын уақыт келді. Ол үшін идеология өзгеру керек. Егер бұрын мысалы біз Ресей империясының құрамында болғанда, кейін Қызыл Советтің құрамында болғанда қазақ топас, қазақ шалқау, қазақ жұмыс істей алмайды, қазақ сауда жасай алмайды, қазақ ауылда ғана тұру керек деген жаңағыдай қасаң қағидалармен бізді басқа көзге төпелеп, қазақ сауатсыз болған деген ақылымызды ауыстырып жүрсе, енді керісінше әлемдегі ең мықты халық қазақ, қазақ баласы өзіңнің қазақ екендігін мақтан, әлемдегі ең бай, ең керемет тіл қазақ, қазақтың тілінде дінді, Машар айтады ғой мысалы, қараңыздар, мотивация қайтады, ең дүниеде 72 тілі бар дейді, соның ең асыл араб тілі дейді, өйткені оның асылдығы Құранның арабина деген немен аятпен бекітілген, одан кейінгі бай қазақ тілі дейді. Осы жүрген қазақтардың бірі сол ата бабасының тілін білмейді. Шіркін білседі ғой, дінде, ғылымда, әулешілік те қазақтың тілінде тұр дейді. Немесе Сұлтанмахмұт айтады жаңағыдай, қазақтың тілінде тұр, дүниенің генийі пайғамбары дейді. Сіз қараңыз, осы тектілік осыдан басталады. Тектілік сол сөз түсінуден басталады. Сөз арқылы біз өзіміздің қазақтың парасат тереңдігіне бойлай аламыз. Басқа жол жоқ. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қосайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Ақбота? Сіз әуе толқындасыз. Ақбота өзің хабар жүргізгенде көкем. Рахмет. Мен кімге бір сұрақ қоямын. Осында жазғы кісілер өте жақсы айтты. Өзің кейін кезде мына тыңдаған сөзің, мына қазір ғана тыңдаған сөзіңде бір жақсы бір нелерді айттың. Енді қанның группасы деген бар. Қанның резус факторы деген бар. Осыған генетиктер мен кездесе отырып, үйленген жағдайда осы фактор үлкен рөл атқарады екен. Осыған қалай қарайсың? Ондай бар ма бізде генетика? Бұл өте дұрыс айтасыз. Мынау өзі қан, жан, ақыл дедік қой. Сонда мына Машрузов атамыз айтады, бір адамдар бар дейді. Бірін бұрын көрмесе де дейді. Сондай бір-бірін бұрыннан білетін сияқты дейді. Бір-біріне сонша жақын дейді. Жандары бір-бірін тартылып тұрады дейді. Неге десеңіздер дейді, олардың дейді жандары дейді ғалам ар-рух деген бар екен. Ғалам аруақ. Аруақтар ғаламы. Сол ғалам ар-рухта олардың жандары үйір-шүйір болған, кездескен дейді. Енді бір адамдар бір-бірін ештеңе істемеген дейді. Бірақ бірінен бір жаны шошып тұрады дейді. Сонда айтады дейді, білмеймін не екен, осы кісіден жаным шошып тұрады. Неге? Олардың дейді жандары ғалам ар-рухта кездеспеген дейді. Сонда жаңағы жан, қан, ақыл, шу бірақ нәрсе дедік қой. Оны осы мәселеңде егер адамның жаны бір-бірін қалап тұрса, сонда қазақ өте дұрыс айтады. Өзін мысалы таныстырған кезде өзін жұбай айтады, мынау менің жаным жолдасы дейді. Жан жолдасым дейді. Жанымның жолдасы. Өкінішке қарай бізде қазір көбінесе сол тәннің ғана жолдасы болып отыр да жаңағыдай. Сондықтан жан өзі алдамайды. Сондан адам өзін таныса, жанын таныса, онда ол өзінің жаңағы құдайын да таниды, өзін де таниды, дүниені де таниды. Сондан жанды тану дегеніміз өзінің қаныңды тану ғой. Өзің сол қаныңа жақын келетін адамды тану. Ол жан өзі біліп отырады, мына адамнан шошиды. Мысалы қараңыздар, қазақта сөз бар, адамның жақсысын ит пен бала сезеді дейді мысалы. Не сол бала қалай сезіп тұр, оны ақыл толмаған, жанымен сезеді екен ғой. Интуиция. Сонда Абай атамыз ауырып дүниеге аттанайын деп халісіне жатқанда тұра қалып айтады, мен баламды алып бардым дейді. Михаил ме, Зекаил ме, Жебрейіл ме? Сонда бала далпылдап ұмтылып дейді атасына қарай. Сонда Абай қуанып, ой мынау қан тартып тұр ғой деп аузындағы өріктің дейді етін алып дейді, етін аузына салды дейді. Сосын мен айттым, тұра қалып айтады, аға қайдағы қан тартқан, ол бала не біледі кішкентай деп едім дейді. Әй, сен не білесің сен? Деп мені тиіп тастады дейді. Бұл баланың мен қаны тартып тұр мені. Бұл менің атасы екендігін қанымен біліп тұр деп айтты дейді. Міне сондықтан адам өзінің жанына қайшы келмесе, яғни жанына, ол өзінің қанында бәрінде анықтап алады. Тағы да хабарласқан тыңдаушы бар.
қоңырау шалған. Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап отырмыз аға. Саламат жақсыздар ба? Сәлеметсіз бе? Мына Алматыдан Толыбек Тілегенов дейтін. Мына Омар бауырыма өте риза болып отырмын. Мен де осы кісінің әңгімесін, радиодан берілетін хабарларын тыңдап отырамын. Бірінші сұрағым, осы бауырымның облыстықта мектептері, не болмаса өзінің бір дайындаған шәкірттері әр облыста бар ма екен? Ашылса тіпті жақсы болар еді. Осы тек қана осы Астанада, Алматыда, үлкен қалаларда емес, бүкіл осы Қазақстан бойынша облыстарда осындай мектептер болса, мына кішкене қазақы тәрбиеге, айтып отқанымыз әңгімеге жақын жанқыштар, жастар көп, солардың басын құрап сонда мектеп ашылар ма екен? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым мына ислам діні қазақтарға келмес бұрын, Қазақстанға келмес бұрын біздерді мұсылман деп атаймыз деген әңгімеде естиміз. Біз дінді алмай тұрған кезде, ислам келмей тұрған кезде қазақтар сонда ислам дінін алмай тұрған кезде мұсылман болды ма, болмады ма? Осыған жауап берсек. Сізге көп рахмет. Омар аға, жаңа ғана атамыз хабарласып сізге 2 сұрақ қойды. Жақсы. Мектеп ашу жайы және мұсылмандық туралы. Мұсылмандық туралы. Жақсы. Жалпы мына мектеп ашу ойымызда бар. Осы мәселені ойлап жүрген қазақтың мықты жігіттері бар екен. Олармен ақылдасып, осы мәселелерді пісіп жетіліп келе жатыр. Негізі осы қазақи ұлттық мектеп ашатын уақыт келді бізге. Ойында, егер ол Астанада ашылса, әлбетте ол бүкіл облыстар филиалдар ашылады деген сөз. Уақыттың еншісінде, бірақ харекет қылып жатырмыз. Енді екінші бір мәселе, мұсылмандық дегеніміздің өзі, ол исламмен шектелмейді, мұсылмандық дегеніміз. Діннің пайда болуымен. Яғни біздің жаңағы календарлық діннің пайда болуымен. Ал бұл дін өзі әлмисақтан ғой. Діннің пайда болған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Әрбір бала дүниеге мұсылман болып келеді дейді. Әрбір бала. Фитрат иманмен келеді, негізгі. Кейін ата-аналары біреуін христиан қылады, біреуін яхуди қылады, біреуін дейді пұтқа табынушы қылады дейді. Сонда әрбір бала дүниеге мұсылман болып келеді. Сонда біз де қазақ мұсылман болып келгенбіз. Ал мұсылмандықтың негізі ол немен өлшенбейді. Сіз намазыңызбен, оразаңызбен, қажылығыңызбен, кәлима шахадатпен өлшенбейді. Мұсылмандық деген асыл адамгершілік қасиеттермен өлшенеді. Сонда Яссауи бабамыз айтады ғой, басыңда сәлдең бар, тәсбихің бар дейді, сүннет көйлегің бар, бірақ мұсылман болмадың дейді. Мұсылмандық деген қазаққа сіңген. Неге? Өйткені мұсылмандықтың басты шарты ол ішкі тазалық. Сонда Ақтанберді мен Қабанбай келеді ғой арқа жеріне. Сонда арғын үмбетей жырау тоқсады ол артынан. Сонда айтады ғой, ей Ақтанберді, Қабанбай, суытпа босқа түсіңді, қайрама онша тісіңді. Сырт тазасы не керек, тазар тәуел ішіңді дейді. Міне мұсылмандықтың басты қағидасы ішкі тазалық та. Ал біз қазіргі көбінесе сыртымыз тазалаумен айналысып жатырмыз да. Сонда шәкәрім айтады ғой, кейбіреу сыртын түзеп ала сұрды, киіміне мақтанған баласынды. Ат болсын, мінез болсын, киім болсын, құба төбел істі қыл жарасымды. Міне сондықтан біздің ішкі тазалық негізі мұсылмандықтың бас сипаты. Сонда жаңағы Саид Нурси деген түріктің ғұламасы Англияға барғанда келгенде айтқан ғой, ағылшындарда деген дін жоқ, мұсылмандық бар деген. Неге? Айтқан сөзінде тұрады. Өсек айтпайды, ғайбет айтпайды, ісіне тиянақты. Бізде дейді дін бар, мұсылманда жоқ дейді. Сонда қарасаңыздар, бұл әңгіме осындай үлгіде бұрыннан бар нәрсе. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар дейді, Еркебұлан, әуе толқынына қосайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз әуе толқындасыз? Мен мынандай сұрағым бар еді. Мына ерлі-зайыптылар айырылысады ғой, екі жаққа кететін мысалы. Соның баласы неге әйелмен кетеді? Мұсылманша сол дұрыс па, дұрыс емес? Мен ойлаймын сол орыстың заңы ма деп. Дұрыс. Көп рахмет. Жақсы, жалпы ажырасу деген жалпы жаман нәрсе. Өйткені ол балаға жаңағы жүрегіне дақ түседі, өмірлік психикасы травмалады. Кейіннен ол өзінің отбасында әсерін береді. Өте жаман, ажыраспау керек негізінен. Үйлендім бе? Қазақ айтқан ғой, мысалы, атың жаман болса сатып құтыласың, қатын жаман болса қайтып құтыласың дейді. Қазақ негізі қатын тастамаған. Негізінен ол обал деп есептегенде мұсылмандықтың негізі шыңы ғой, мысалы. Мұсылмандықтың өзінде талақ бар. А қазақта жоқ, көрдіңіз бе? Қазақ мысалы ол ешқашанда орта жолда жаман болсын тастамаған. Тастамау керек негізінен. Ал енді ажырасқанның өзінде қазір енді ажырасып жатыр ғой, ол бала әлбетте жаңағыдай мұсылмандық жүйе бойынша әкенің қолында болу керек. Өйткені балаға ертең ақиретке барғанда әке жауап береді. Ол әйеліне де жауап береді, балаға да жауап береді. Сұрау әкеден. Ендеше біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Омар аға, қазақта пәленшенің ұрпағы жоқ, түгеншенің тұқымы осымен бітті деп жатады. Яғни тектіден тұяқ қалмаудың сыры неде? Мәселен,
өмірден бір перзентке зару өткен саңлақтарымыз бар өзімізде, иә, тарихта. Шоқан Уәлиханов, мәселен, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоғай, Дінмұхамед Қонаев бабамыз, қаншама, жалпы осының сыры неде? Жалпы Неге мынау байланысты ол адам дүниетанымына байланысты. Дүниетанымына байланысты. Мысалы, бізде қазақта қараңыздар. Неге біздің бабаларымызда осы 19 ғасырға дейін, 20 ғасырға дейін бұл жүйе бұзылған жоқ негізі. Қазақта бөлтірік шешенен сұрайды ғой, ағата байлық деген не, байлық кімге қонады, бақ деген не, бала деген не, сондай ғой. Байлық деген қолыңа ұстаған мұз ериді де кетеді. Бақ деген басыңа қонған құс ұшады да кетеді. Бала деген артында қалған іздейді. Сонда қарасаңыз, бүкіл қазақ өзінің инвестициясын балаға жұмсаған. Сондан мен сіздерге айтайын, мысалы Оралхан Бөкей марқұм болып кетті ғой, сол кісі мысалы Марат Қабанбаймен бір сұхбаты бар, кішігірім жарияланды. Сонда Оралхан айнала алдында шашын тарап тұр екен де. Сонда айтты дейді ғой, Оралхан өзінің ұйқым келмейді айтады ғой, жаңағы әңгімесінде, новелласында. Өмірден құйрық жалсыз өтіп барған бала болмаған Оралхан. Сосын кім айтады? Марат Қабанбай. Ореке, сіздің кітаптарыңыз бар емес пе дейді. Сонда айтады ғой Ореке. Ай, Марат ай дейді. Кітап деген ол не? Ол менің бар болған ақылымның жемісі ғой дейді. Маған қарағанда дейді, ана әңгімесінде еді ғой, анау соңынан қолын ерткен бие артық дейді. Өмірге келіп ұрпақ. Сондан әлбетте Шал ақынның да баласы болмаған, мысалы. Сол Шал ақын енді көп 3-4 әйелі болған, бірақ бала болмаған. Өзінен болса кінә. Сонда Шал ақын айтады ғой, 7 минут адамға болса жолдас, 4 бақыт бір адамға сірә қонбас. Босағасын алтыннан соқсаңдағы перзент сүймей адамның мейірі қанбас дейді. Сонда ол кітап деген сенің миыңның ғана жемісі болса, ал бала деген сенің миыңның ғана емес, бүкіл жаныңның, қаныңның, тәніңнің, бүкіл болмысыңның жемісі де. Сен сонда ал кітап ол интеллектуалдық қана азық. Ал жақсы бала ол адами капиталды. Сондан қазақ білген. Жаңағы мысалы Құнанбай Абайды туғызды. Неге? Өйткені Құнанбай бүкіл өзінің ресурсын, байлығын, атағын, бағын басына қонған, Абайдай бала туғызу үшін жұмсады. Абай өзінің ресурсын, байлығын, атағын, бағын бәрін Әбдірахмандай Мағауиядай бала туғызу үшін, Ақылбайдай бала туғызу үшін жұмсады. Бұл үзілмеген. Сонда тектілер ұрпақсыз болады деген ол бос әңгіме. Кейін неге үзіліп қалды? Кейін Совет үкіметі орнағаннан кейін байтал түгі бас қайғы, сол кезде міне осы саясат үзілді. Өйткені жаңағы біздің ахаңдар үнемі ненің үстінде болды да, жаңағы Харул Дарап дейді да, жаңағы біз мысалы бүлінген мемлекетте өмір сүрді ол кісілер. Сонда олардың жағдайы қиын болды. Ал Абай ол кәдімгі дәстүрлі қазақ қоғамын қамтыды. Сонда дәстүрлі қазақ қоғамындағы дәстүрлі дүниетанымға байланысты текті ұрпақ қалдырды артында. Бұқара кеңдерде де бәрінде де осындай бір бұрынғы біздің жалпы бабаларымыз осы неден ауытқымаған темір қазақтан. Білген ең үлкен капитал ол жақсы бала. Ол кітаптан да артық негізінен, сөз бе? Кітап азар болса, жаңа кітапты оқисың миыңмен. Ал жақсы бала ол елге ол жасалады да, ол кәдімгідей мынау елге қорған болады. Сондан текті бала туғызу үшін біздің бабаларымыз мындай саясат ұстанған. 6 бала туғызған. Атадан 6 туады, ішінде біреу ғана абадан болып туады дейді. Абадан деген көркем болып туады екен ғой. Сол абадана таққа мінгенде қалған атқа мінеді. Абаданнан айырылса, әрбіреуге жем болады дейді. Әрбір итке жем болады. Бұл Шалкиіз жыраудың мұрасынан. Сонда қарасаңыздар, сол жаңағы атадан 6 тумай ма, ата жолын қумай ма дейді. Сол ата жолын қуатын балалар керек бізге. Яғни біздегі атаның жолын қуатын, атаның тамағын ішетін, атамыздың асын ішетін, аталы сөз айтатын. Мынау қазылған жолдар көмілмес дейді. Осыншама қалған жерге, елге мирас мұра болып, жаңағы ие болып қалатын ұрпақ керек бізге. Міне сонда атаның жолы деген ұғым бар да бізде. Сол атаның жолын қуатын бала туғызу, ол әрбір қазақтың арманы болу керек. Омар аға хабарласқан тыңдаушы бар. Қосайық. Алло. Сәлеметсіз бе ата? Сәлеметсіз бе? Менің атым Мүбәрек. Осы Астанада тұрам. Өмірде мынау басынан тыңдамай қалыппын. Мен ана қояйын деген сұрағым, мынау жеті ата туралы әртүрлі пікірлер бар. Сол дұрысы қайсысы жеті ата маған айтып өтсінші? Жеті ата енді ол жаңағы бала әке немере шөпшек деп кете береді ғой. Бүкіл кітаптарда бар. Ол қандай өте қиын сұрақ емес. Жеті ата ол міндетті түрде жеті атасын бір балаға жаттату керек. Өйткені жеті ата деген не? Ол гендік ақпарат, тарихи ақпарат, мәдени ақпарат, елдік ақпарат, осының бәрінде туыстық ақпарат, қандық ақпарат, осының бәрі жеті атада тұр. Сонда қазақ айтады, жеті атасын білмеген жетесіз. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жейді дейді. Негізі елшілдік сана жеті атадан басталады. Елді ойлау. Жеті жұрттың қамын жейді. Жеті атасын білмеген дейді, құлағымен жағын жейді дейді. Міне сондан осы мәселелерді енді бұл өте бүкіл жерде бар бұл мәселелер.
тағы да тоқталамыз, иә, болашақта. тоқталамыз иншалла. Хабарласқан тыңдаушы бар дейді. Қосайық, саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар. Тыңдап отырмыз, иә? Саламатсыз ба? Мен оңтүстік Қазақстан, Түркістаннанмын. Мынау Омар Қожа молда неге радиоға ылғи да шығады. Мен тыңдап отырам. Бірақ бұл кісінің бір айтар сөзі бар. Айтады, әйел төмен, еркек жоғары дейді. Соны естіп алған еркектер, мен жоғарымын, сен төменмін деп, қазақтың дүние танымы ғой бұл. әйелдерін сауап тастайды, қарағым. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Көп рахмет. Бұл енді мына апамыз сұрағы өте дұрыс. Бұл енді әлгі топас ақымақ адамға сен жоғарысың десең, қазақ айтады ғой, жаман мақтанса қатын сабайды дейді. Сонда ол жаман еркектер, жаңағы тексіз еркектер, әрине ол қатын сабап өзінің жаңағы жоғарылығын көрсе, бұл тексіздік негізінен, топастық қой. Шынымен де Құранда бар бұл. Біз еркектер жоғары жараттық дейді. Жоғары, не үшін олар әйелдерін асырайды дейді, сондықтан нанмен бөліседі дейді. Шын мәніндегі бұл еркектің жоғары болуы, ол әйелдің өзіне пайдалы да, әйел мүдделі еркектің жоғары болуға. Қазіргі кезде көп отбасындағы әйелдер неге қиянат шегіп жатыр? Өйткені еркектердің жоғары болмағаннан кейін бүкіл салмақ әйелдерге түсіп жатыр. Міне сондықтан бұл осы тұрғыда деп ойлаймын. Апамыз енді кішкене дұрыс қойып отыр, өйткені әркімнің түсінігі әртүрлі ғой, мысалы. Иә, түсінікті. Тағы да хабарласқан тыңдаушыларды қосайық. Саламатсыз ба? Алло, ассалаумағалейкум, Омар аға. Уалейкум. Ақбота, саламатсыз. Саламатсыз. Бұл сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз, есімім Көгершін болады. Омар аға сұрағым мынандай, жастарға бір ақыл кеңес айтып кеттіңіз. Бағана тектілік туралы айтып жатсыңыз ғой, текті ұрпақ тәрбие өсіру керек. Сондай текті енді анадан келеді дедіңіз, нағашыдан дедіңіз. Бұл енді текті қыздарды қалай табады жас балалар? Соған бір ақыл кеңес көрсетсеңіз жаңағы. Жақсы. Қандай критериймен таңдау керек адамды? Бәрекелді. Жақсы сұрақ. Мынау негізінен жас адам өзін мысалы таңдай алмайды негізі. Өйткені оған білігі де жетпейді, білімі де жетпейді. Қаны ыстық, демі ыстық, нәпсі қайнап тұр. Ол қыздың сыртқы бейнесіне құмар болып, соны ғашықтық деп ойлап қалуы мүмкін. Сондан бұлдай маңызды істі ата-аналарға тапсыру керек. Қазақта сөз бар, ылғи қайталап айтам, қайталанса ғылым жанданады дейді, ақыл жаңарады дейді. Мынау қазақ айтқан ат таңдаған кезде жас адам да бар, қыз таңдағанда кәрі адам да бар дейді. Сондан жаңағы ақсақалдар таңдап беру керек негізі текті адамдар. Өйткені көкірек көз ояу, көз ашық адамдар ғана таңдайды. Немесе кейбір жігіттер болады өздері табиғатынан зерек, көкірек көз ашық. Олар негізі жүрек алдамайды, жүрекпен таңдау керек. Абай айтады, тіл жүректің айтқанына ерсе, жалған шықпайды дейді. Ал негізі критерий бағана айттым, қыз баланы шеше, қазақта өз сөз бар ғой, өзі негізі қазақтың, біз неге қазақтың мәдениетін білмейміз де, қазақ өзі айтады ғой, аяғын көріп асыныр, шешесін көріп қызын ал дейді, мысалы сөзі. Немесе жаңағы ұрыс көрген ұл мен қыздың мінезінде мән болмас дейді. Егер отбасында ажырасып жатса, немесе қазақ айтады, күндіз көргеннің қызын алма дейді, мысалы. Осындай мәселелерді ескеру керек те, қыз таңдаған кезде, мысалы. Сен сонда айтады ғой, жаман қатын таңдағаның, яғни ер адамның жаңағы өлімін жақындатады дейді. Рас қой, мысалы. Кім айтады ғой, шал ақын жаңағыдай, жауыз қатын қабаған ит сияқты, ер жігіттің түбіне жетпей қоймас дейді. Сондан байқау керек. Өйткені қазіргі кезде неге еркектер азайып кетті, ер азаматтар? Өйткені шын мәніндегі сондай дұрыс қатын таңдамағаннан кейін еркектің өмірі қысқа болады екен негізі. Тағы да бір тыңдаушыны қосайық. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Мен кішкене сәл кешірек қосылдым, бірақ өткенде де хабарларыңызда сұрақ қоюға түсе алмадым. Осы жол енді сіздер өткен хабарлардан сұрақ соған ұқсас. Кезінде естіп едім. Келін сүргенде біздің ата-бабаларымыз мәслихат құрады екен. Сол мәслихатта келіннің тілін кесеміз бе, әлде басын кесеміз бе дейді екен. Сосын бір шешімге келіп, қой, тілін кесейік деп айтады екен. Мүмкін білмеймін енді басын кесу не екен. Сосын жаңағы келінді бір жыл бойы сынайды екен. Ол сөйлемеу керек екен, енесіне тура қарап. Сөйлесе тек қайынсіңлісі арқылы жаңағы жеткізеді екен. Немесе қайынсіңлісі жаңағы өзінің шешесімен сөйлесіп, сосын барып жаңағы келінге бұйрық береді екен. Ал енді келінді қалай осылай солай ұстау керек екен, соған шыдау керек екен. Егер шыдаса қалдырады екен, шыдамаса тағы бірдеңе істейді деген сияқты. Сіз осыған ұқсас бір тақырып айтқансыз. Бірақ мен осыны түсінбедім. Бұл сонда немене, бір жыл бойы ол қалай болса ұстайтын болса, ол келіннен не қалады? Сонда жаны сірі адам ғана қалу керек па? Ол сонда және бұл қай жақтың заңы? Қазақта бұндай мүмкін, Қытайда бар шығар мүмкін. Қазақтан келген бұл жалпы салт. Жақсы. Түсінікті, көп рахмет. Бұл өте жақсы сұрақ қойып отыр. Енді қараңыздар, мынау қазақта бір сөз бар. Жалпы испытательный срок дейді ғой, сынақ мерзімі дейді ме? Сол жаңағы келіннің келген кезде бір жыл сынақ мерзімі қазақта бар.
Сонда қазақ айтады, 6 ай болмай дейді, атыңды мақтама, 1 жыл болмай қатынды мақтама дейді. Несі Майлықожа айтады, 1 жылға дейін дейді, жаңа түскен келін бүкір ауыз сынайды дейді. 1 жылдан кейін дейді, ол қатын есекке теріс мінсе де ешкімнің шаруасы болмай қалады дейді. Сонда қазақта бар жүйе негізінен. Әлбетте бұл сынаған кезде де жаңағыдай бұны жауыздықпен адамның денесіне жарақат, жанына жарақат салып, жанына кірген суық сөз жанына тікен болып қадалады дейді, ондай емес. Ол білікті, өзі өте білікті парасат енелер келінді сынайды. Ол үлкен мәдениет керек оғанда. Сынау үшін де мәдениет керек, ол үшін мәдениет керек. Ал енді жаңағы ақмақтың қолына түссе, әлбетте ол қызды күте алмаған күң өтеді дейді ме? Жібекті күте алмаған жүн өтеді дейді ғой. Сондан байқау керек, абайлау керек. Ол үшін ененің өзі парасаты биік болу керек қой. Келінді сынап, жаңағы сынау деген не? Жаңағы көріктен шығарғандай қылып, жаңағы өмірге икем қылып шығару ғой. Сол үшін әйтпесе оны ұзында өші, қысқада кегі жоқ қой ол келінмен. Омар аға, жалпы мынандай сұрақ, тектінің бәрі дәулетті ме? Болмаса дәулеттінің бәрі текті. Енді мен сізге айтайын, аристократия деген он бар. Аристократ дегеніміз ақсүйектік. Аристократия дейді ғой. Сосын тектілік деген бар. Бұлардың негізінен әдегенде сәйкеседі, бірақ танымдық тұрғысынан тектілік бұдан да не? Терең ұғым. Сонда мысалы Шопенгауэр деген неміс философ айтады ғой, аристократия 3 түрлі болады екен. Туысынан, от рождения туысынан, мысалы төренің басы төре болып туады, қожаның басы қожа болып туады дегенде. Екінші денежный аристократия дейді, байлық аристократиясы. Мысалы ол да дұрыс, мысалы қазақ айтады, мысалы аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Үшіншісі рухани аристократия дейді. Және осының ішіндегі ең мықтысы дейді, бұл рухани аристократия. Адам өзінің туысы да аристократ емес, туысынан байлығы да жоқ, бірақ байлыққа да баққа да өзінің интеллектуалдық ақылымен жетеді екен, парасатымен. Бұл өз-өзін ақтайтын бірден-бір сондай баянды жол дейді, аристократ болудың дейді. Ал шын мәніндегі байлық адамды ақылды қылама дегенде, өйткені текті адам міндетті ақылды болады. Абай айтады, ақыл бітпес дәулетке дейді. Міндетті түрде дәулет ол адамды ақылды қылмайды. Ақыл бітпес дәулетке, дәулет бітпес келбетке дейді. Тойымсыз болды балаң жүргөкте. Сондан әлбетте бұл мәселелерде абайлау керек негізінен. Сондан әрине байлық адамның байлық ол да адамды неге кіргізеді, белгілі бір вип санатына кіргізеді. Оған енді өмірдің заңы. Сондан бай-байға құйады, сай-сайға құйады дейді ғой. Оған енді дауласамайсыз. Бірақ сол бай адамдардың бәрі текті болмауы мүмкін, сөзсіз бе? Ол текті байлар бар. Ол текті байлар жаңағы малын жаным садағасы, жаным арым садағасы деп өмір сүретін байларды текті байлар дейді, сөзсіз бе? Олар бар. Қазақтың негізінен аман алып қалған сол текті байлар. Тексіз байларды қазақ сасық байлар дейді. Олар неге? Жанында, арында малын айырбастап жүреді. Олар мал бір орында тұрады. Омар аға, сосын мына кеңес үкіметі кезінде әкесінің әрекеті үшін бала жауапты емес деген қағида болды, сондай ұран болды былайша айтқан кезде. Жалпы сондай жаман әрекеттердің, харам әрекеттердің, күнәлі істердің тектен текке берілуі жайында айтыңыз. Дұрыс айтасыз. Мынау қарғыс деген бар қазақта. Қазақ айтады, атаңнан дейді, қарғыс алма, алғыс ал дейді. Неге? Өйткені қарғыс түбі қараған дейді. Қараған дегенде қан бұзылады екен ғой. Адамның генетикалық жаңағы ДНК арқылы, ақпарат арқылы, қан арқылы беріледі ғой, Сонда мынау егер адам осы қарғыс алса, ол жеті атасына кетеді екен. Сондан қазіргі кездегі мынау елді теспей суырып, елдің ақысын жеп жүріп, елдің қарғысын алған адамдардың ұрпағы негізі оңбайды, сөз бе? Сондан адам бір ғана өзін ғана ойламай, жалпы мына ұрпағын да ойлау керек. Сондан мынау қазақтың сөзі дұрыс. Атаңнан қарғыс алма, алғыс ал дейді, алғыс алу керек, елге қызмет ету керек. Өйткені бұл дүниенің ісі, тіпті ол қарғыс адамды о дүниеге де жермейді екен. Қазақ айтады екен, бұл дүниенің ісі о дүниеге өтпейді дейді. Мысалы, сондан жаңағы адам малым жаным садағасы дейді ғой, жаным арым садағасы. Осы принциптермен өмір сүрсе, Алла қаласа, ол өзі де ұрпағы да баянды ғұмыр кешеді. Түсінікті. Омар аға, енді бүгінгі бағдарламамызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп келіп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет, жақсы әңгімелер айтылды. Ардақты ағайын, осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы, тұрақты спикері, филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Ал микрофон алдында Оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айы баршаңызға құтты болсын. Аман болыңыздар.